Яппаров Илшат. Шығып өттілер шекелі. Яра, құрметті тамашашылар. Мәне артистлар киінген орада, Илшат киінген орада сіздің білен әзгіне сірлеші бағырға еді. Білесіз мен ішлешік тұра. Мәне бүгінгі концертімізді мен енді сізні әзгіне күлдірелсем, қызық болмасалар күлі отырсағыз. Мен кірген сайын, шыққан сайын әзгіне қол шабып отырсағыз. Илшат мені ертегелі ертешек. Әгер де сіз мені шапқасағыз, қолда шапқай отырсағыз, мен енді ертеге үйде қалам, Илшат ертеге дақшы кейді. Шуа көре, сіз қыра білеміз ме? Шини білеміз ме? Сіз қыра, шини, алқышлағыз әліне, пожалуйста! Аллаға шүкір, бұлай болса Аллаға берса ішлер піше. Міне, әрсі болған, шәп шинадығыз, Аллаға шүкір. Мұт шинап қауышығызды бідіре көрмеңіз тағыр әлі концерттің башығына. Әлі шинатамыз әлі Аллаға берса. Яра, міне енді құрметті тамашашылар, концертіміздің программасы еллар бойынша саяхат дейіп алған. Шын мәғынасында әлем баласы бет ол өмір бойы саяхат ете. Бәқітін іздейдірмейінді, қояғыр бара, қояндыр қойта, кімнедір ұзалта, кімнедір қаршы ала. Шолай бет, әліміне көплеріңіз өткен ялларда ауылға қайтып, сүттің майын, қуаттығын, көкейін, етін түйеп келген сіздір әлі. Бұлды ма? Е болмаса бұлатнарын қайтырға жиынасыз бетінде. Міне біздің халық өмір екі түркімге бөліне бет ол. Бір түркімейінді қайтушылар, кетушілер, екінші түркімейінді ұзатушылар, һәм қаршы алушылар. Көпшілік вақытта енді қаршы алушылар, ұзатушылар, ол енді біздің ең жақын кішілеріміз, әтиенілеріміз. Біз қайтқанды күтіп, моншасын яғып, бәлішін, ашын салып, күтіп алаларда, біз енді тәге исім үшін 2 кило пряник тұтып қайтамызда. 2 қапшық бәрәңгені күшт бәргәрнікке кетеміз де барамыз. Шолай бе? Неше әтәсі енді тұрмыш шолай құрылғанdır. Енді әдәм баласы бірінші зор тұрмыш жолына дегендей адымдарын ол мектептен бой ашылды. Мектептен әлі көплеріңіздің хәтерінде бәлки балаларыңызны шешеклер тұттырып 1 сентябрь күніне 1 классқа ұзатқаныңыз истеме? Исте, әлбетте. Міне енді шында әдәм баласы өзіне яңа танышлар таба, яңа ашышлар ясый. Міне шол 11 ел бойына әдәм баласы әлі қызық вақиғаларға тарайды. Міне шолай бір оқытушы, бәлки бір бейленнен соң болғандыр ма енді, бәлки бір ярамаған, бір ошағандыр енді, 3-ші класс балалары оқытушысы енді бір малайны, Марат есімді малайны суға үйгірді екен. Марат, бар әлі оқытушы апаңа біргені стакан су алып келіп бер әлі дебекті дейді. Өтіге Марат есімді малай енді бәлки бара келе, 7 тапқыр барып келген. 7-ші стакан өстелге шал ұйы бола, теге оқытушы енді мұға ақайып құрақлар еді. Ей Марат! Міне айталы менге, пожалуйста. Сен 7 тапқыр суға барып келдің. Не ішініп сен менге кіл ярты шарқына стакан су ташыйсың? Өтіге мала енді, сын, апа, мен бет өзім бәлекей, миниатюрлы, краннан үріліп ашарға бұйым жеттім. Но унитаздан көп алып болмады деп Міне бұл білесіз ме? 21-ші ғасыр балалары, Аллаға шүкір бізден барымыздан да башылық. Хамилетіге, 11 ел бойына мәктепні тамамлағаш деген қазір бетаның егі деген нәрсесі бар. Міне шол егі жетсе, экзамен бетінде ебет. Түгі мәктеп алларында сабантуй. Ол түгі экзаменға балаларға қорағанда әтиянилерді ғырақ әзірләді. Шолай бет? Анда сабантуй, неге айтелер қойсы бір районларда анда шашлық та пішірелерді, магазинларда келеді, сотырғады, ұзақламай мейтан артисттар да келе башлы егі күнні. Әйек өміргізді екен тұтығыз. Бұл неше әтәсің, баланы кішейтерге керек, оқырға кіртірге керек. Міне жол оқырға кіргешінде әдәм баласы тағын бір шик шәһәрлерге, ят кішілер білән аралаша башлы бетінде. Тағында зор адымдар ясый. Міне жол оқу елларында да біздің студенттар бір вақтада сынатмай бет ол. Міне жолай бір студент столовыйға кіргенде енді түгі ұрыш айтканда студенческий столовыйға батносын көтеріп кірген қарай бір гүл орындайы. Ол іздей тұрғаш қараса бір профессор отыра, орында бір буш орын бар бет енді. Келгенде, ипташ профессор, кафе тегіз, мүмкін ме сіздің яныңызға отырыға? Ол теге профессор енді маға ұсал өттіріп күні қарағанда. Білесің ме, ипташ студент?
ұша тұрған құш доңғызға дос бола алмайды. Аңладың ма деп айтады. Аңладым иптеш профессор, тогда мен ұшып кеттім деп айтады. Но теге профессорның ашу келген бит маған. Ладно, экзамен жеткенін күтіп алады, адамға ең ауыр билетini тұтып тұра. Теге студент бүтін сұрауларға да бишліге жауап бере, һәм енді теге профессор, "Так, студент, міне сеңа соңғы сұрау берем." Әйтәлі, "Міне сенің алдында екі қапшық тұра, әйбет. Бірсі тұп-тұлы ақыл, бірсі тұп-тұлы алтын. Міне сен шуның қайсысын алырайы?" Студент дейді, "Ну, иптеш профессор, конечно бір қапшық алтын аламын. Қошан тауын бір қапшық алтын табайын деймін." Теге профессор енді башын қашыйды, иптеш студент, міне мен мәселен бір қапшық ақыл алыр ем. Теге студент енді тағы, "Ну, конечно, иптеш профессор, кімге неште жетмейін де?" Но бұл профессорның қазір қан қайнайды. Тұтыға тегенің зачеткасына ешек деп жазып қоя. Теге студент оны ашып қарап та тұрмайды. Лекторияда зачеткасын шығып ұша, бір 5 минутта өтмей яңадан әйленіп кіреді. "Иптеш профессор, сіз бит фамилияңызды yazғансыз, ацикка қойырған ұтқансыз" деп айтты. Рахмет. Міне шонсы сүйендірі, біздің теге татар башқұрт халқы бір уақытта жоғалып қалмай, бүтін деген сұраулар болмаса. Міне енді жол кімдер оқырға кіре, оқып кете, кімдер оқырға кіре алмай, бұл енді иратларға хас хәрби қызметке кетелер. Шулай бет, әрбір ират өзінің хәрби бурышын өтеп қайтырға тиіш. Әлі міне мұнда отырушы халық арасында бәлки кімдеріңдер балалары армия софларындадыр. Бармандыйлар. Барма, исән-имен әйленіп қайтуын тілегіз, бізден көйтіп сәлем етіңіз, ярар ма? Ништәтәсең, ер баланың язмышы шулай, міне шулай армияда да біздің халық бір вақытта сынатмай бит ол. Міне шулай строй басып тұра, солдаттар тізіліп тұра, һәм енді полковник строй бойынан бара бит, енді бек важны ғана барада бір солдаттарына тоқтайды. "Так, фамилиям нешек солдат" деп айтады. Тегісі, "Рядовой Жалилов." "Так, рядовой Жалилов, әйтәлі меңе, нәрсә ол сеніңше туған ил?" Теге, "Білмеймін, иптеш полковник." "Міне Жалилов, мәңгілікке есіңде қалсын. Туған ил ол сенің әнейің, сенің анаң. Аңладың ма?" "Аңладым." "Дальше кетемін дейді, бара, тағында солдаттарына тоқтайды. "Так, фамилия нешек солдат?" "Рядовой Мұратов." "Так, Мұратов, қазір сен айтыңды, нәрсә болайын ол туған ил?" Тегесі деп, "Иптеш полковник, мен ойлап тұрдым да, Жалиловның әнесі болайын деп айтты." Ей Алла. Шунан соң, міне ират хәрби қызметті жүрсе, енді міне хатын қызның язмышы нешек келер әлі, күйеу яғында бит енді. Қайсы яқтан күйеу, шул яққа кетелер бит енді. Әлі мұнда Стәретамаққа келін болып түшушілер бар ма, шет ятты районлардан? Барлар ма келіндер? Қол көтере, бар екен, бар, Міне, шынаты, келін болып кетелер бит енді, ол енді әтиянилер айыруша қыз балашын нұқ кейленелер. Міне кімге гінәл, әгер бәқіт дейтсе ярары, яқшы күйеу туры келсе ярары деп кейленелер бит енді. Міне шулай, сіздің яқта қыздың, міне хатының әтиянисін кім дейлер? Әби білен бабай дейлер. Ну, қазір современный молодежь өзінің әтиянисін әти дейлер де, қыздықын мама-папа дейлер. В чем разница, я не знаю, вот міне шулай дейлер. Міне деше кінә болмасын, әби білен бабай дейлер енді, көпшілік халық шулай дейді. Бір бабай боласы кіші, кияу боласы кішіден сұрай екен. "Так, кияу балақай, ярар, мен сеңа қызны берем. Тек міне сенің тұрыр орның бар мысың? Тұрыр орның болмаса, йұрт салырға есәбін бар ма, бәлки фатир алырға есәбін бардыр. Нәрсе ойлайсың мына бұл тұрыда, кияу балақай?" Теге кияу үйді бүтіне құйылып түшкен. Алла берір әлі. Ярар, берсін Құдай. Тек мына кияу балақай, менің қыз ақшаға ұшыны өсті енді, ұшындыры өстірдім. Міне сенің ішлеген орының бұлай нишаға ма, бәлки банкта бір не қадар сумма ақшаң бардыр деп айтады. Теге кияу үйді тағы, Алла берір әлі. Ну, берсін Құдай. Тек мына кияу балақай, қазіргі заманда әр кімнің машинасы бар. Міне сенің машинаң бар ма? Машинаң болмаса машина оларға есәбің бар ма? Теге кияу үйді тағы, Алла берір әлі. Шушының білән әңгәмә тамамлана, кешкенейді әби білән бабай кияуына абсурдайтты отыралар екен. Теге әби боласы кіші төші бет енді ерінен сұрай екен. "Қарайлы, сен кияу балақай білән сөйләшіп тұрдың, кияу балақай білән не шаба ма? Нормальный көріне ме?" деп сұрай екен енді тегісі. "Кияу шәп, кияу өпшін бала дейсіз.
Meni Alloh o'rnina ko'rib tik o'tiradi deb aytdi. Mana shulay, bizning xalq yo'qolib qoldi deb aytdi. Mana shundan so'ng endi mana tag'inishlik deb aytdik, urushag'ini aytganda modaga kirib ketdimi? Bizning xalq ko'pchilik irlar endi chetga ketib, Oqshasharga ketadilar, mana Sibir yoqlarına ketib ishlaylar, Moskva shaharlarına borib ishlaylar. Sibiryaklar bormi bunda salda? Sibiryaklar bunda bo'lmaydilar, Sibirda o'xshashlaylar, bunda xotinlarimiz sog'ina. Shulay edi. Yaran shikir almasin, o'xshashlarga kerak, oilani to'ydirishga kerak. Mana bo'lsa endi bir mazak kerak, ko'ngilingizga o'ralib o'tirmag'iz. Teki dunyoda ikki iri uchrashganlar, ikki mujik uchrashganlar da birsi aytadi. Qanaqa sen ishib keliblatding, ishib o'lib ketding sen deb aytadi. Ishib o'ldim, to'ng'ib o'ldim deb aytadi. Ben sen ishib o'lding. Meniki bu tirikda qiziq bo'ldi. Rahatlanib kuldum da ishib qotib kuldum da o'ldim da ketdim deb aytadi. Tug'zidan ishib kulib o'lib bulamini. Bola ekan shu. Mana shulay komandirovkadan uyga qaytib kirsam, nindidir yot Iroq kiyimlarida ilinib turgan kibik, mushufstoyu kimdir bor deb aytadi. To'ldim izlarga, butun shifonirlarni oqtardim, karavot astlarini qoradim, balkonlarni butun yerini o'yqab chiqdim. Birgina er zotidan topmag'ach, xotin oldidan eshikdir g'arlikda bo'ldi. O'zining yularlikdan kuldum da o'ldim da ketdim deb aytadi. Tegese aytadi, Isar, xaladirlikni ochib qarasan, ikkimiz da isan qolaryapmiz deb aytadi. Mana shulay. Yarar, siz tog'im bir sizg'ira, shini, qo'l chabug'larini yap, pожалуйста. Mana shu olqishlarni birgina bir qadar kam etmaymiz deyishin deganda sizga tanish bo'lgan yoshlarimizni birsini chaqirasi kelar. O'zi shiber, o'zi mingva, siz yaratgan Irina Garayeva.
кимге кул чаптыңыз?